Бизнес әріптестер, міне Ultima Farm сайтына кірдіңіздер ғой. Мына оң жақта 3 сызық бар, соның үстінен басамыз. Сөйтеміз да мына жерде жоғары көтереміз. Настройка учетной записи деген бар. Настройка учетной записиға өтеміз. Сөйтеміз да мына жақтан 2 сызық пайда болады, сол 2 сызыққа басамыз. Сөйтіп қарап қалсақ, мына жерде бізде PLC Swapping деген сайт бар екен. Осы PLC Swapping деген сайттың үстінен басып кіреміз. Бізге Swapping сайты ашылады. Яғни логиндарыңыз, сіздердің почталарыңыз, өздеріңіздің парольдарыңыз, соны міндетті түрде өздеріңізге сақтап аласыздар. Сөйтесіздер де мен 3 сызықты басып, swap деген кнопканы басып, 3 жылдық стратегиямен swap жасайсыздар ма, 5 жылдық стратегиямен swap жасайсыздар ма? Мысалы, сіздерде классик болса 5 жылға жібере беріңіздер, себебі 5 жылға жіберсеңіздер классиктің бағасын 20 000 доллармен қабылдайды, орнына смарт береді. Міндетті түрде алдыңғы видеодан қарап шығыңыздар. Болмасам 3 жылдық стратегиямен X монета бар ғой, X. Соны свопқа жіберсеңіздер болады. Яғни бірінші жылға 20%, екінші жылға 30%, үшінші жылға 50% свопқа жаңағы смарт койн береді ғой. Сол сіздерге панель управления міне кабинеттеріңізге осылай түсіп отырады. Шығарам десеңіздер, бір аптаның ішінде кошелекқа шығарып аласыздар. Жоқ, мен шығармаймын, жата берсін кабинетімде, қашан өскен кезде алам десеңіздер, бір жылға кабинеттен вывод жабылады. Қазір бізге береді, бұйырса бір аптадан кейін. Бір жылға вывод жабылады. Бір жылға вывод не үшін жабылады? Себебі монетаның құны биржада түсіп бара жатыр. Соның құны қатты түсіп кетпесін деп, қазіргі таңда сондай стратегиямен бір жылға смартты жауып жатыр. Яғни бір жылға жапты деген бүкіл жаңа платформа тоқтап қалды жұмыс дегенді білдірмейді. Яғни міндетті түрде смартты экономика саласына байланыстыру процесі басталып кетті. Яғни смарт койн бұл компанияның материнский монетасы. Смарт койнның негізінде смарт блокчейн жұмыс жасап жатыр. Смарт койнның негізінде смарт валет кошелек жұмыс жасап жатыр. Яғни смарт койн қазіргі таңда эфириум ETH деген криптовалюта бар, эфириум, Tron, TRX деген криптовалюта бар, BNB, бұлардың барлығы комиссия сети ретінде жүретін материнский монеталар, тағы да басқалар көп негіз. Мен сіздерге тек қана рынокта, нарықтағы белгілі капитализациясы жоғары монеталарды айтып жатырмын. Тура осы монеталардың функциясын орындайтын болады смарт койн монетасы да. Сондықтан өздеріңіздің бұрынғы жинақтаған PLCU, Classic, PLCX бүкіл монеталарыңызды swapping функциясы арқылы міндетті түрде смарт койнға жіберуді ұмытпаңыздар. Бүгін естідіңіз ба? Бүгін жасаңыз. Бір айдан кейін естіп тұрсыз ба мына видеоны? Бүгін видеоны түсіріп отырғаныма 21 май 2024 жыл. Бір айдан кейін естіп тұрсыз ба? Бір айдан кейін жасаңыз. Ең бастысы осы кабинетке кіретін логин парольдарыңызды блокнотқа жазып алыңыздар. Логин парольдарыңызды. Баяғы приложениедағы Ultima Wallet, Ultima Farmдағы бүкіл монетаны осы сайтқа жіберу арқылы свопингқа жіберіңіздер. Тағы қайталап айтам, бұл жерде сіздердің ақшаларыңыз жатыр. Болашақтың барлығы блокчейн технологияда. Яғни қазірден бастап осы саланы түсініп өздеріңіздің ақшаларыңызды осы салада жинақтайтын болсаңыздар, сіздер міндетті түрде өз ақшаларыңызды еселеп аласыздар. Осы видеомен бөлісіңіздер. Баршаларыңыздың күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ең бастысы блокчейн технология қарқынды түрде дамып жатырғанын ұмытпаңыздар.